Бүгін Алматы қаласында Қайрат Реал Мадрид матчы болады, бәріңіз білесіздер. Кеше Реал Мадрид ойыншылары Алматы қаласына келді. Инстаграмда ашсаң да, тиктокта ашсаң да, қандай сайтта ашса, сол видеолар тарап жүр. Мен сол видеоларды көрген кезде бір күтіп алудың өзінен қаншама адамдар жиналған. Мына бір хадис есіме келді. Әл-мар'у ма'a ман ахабба. Адам дейді сүйгенмен бірге дейді. Яғни адам осы өмірде кімді қатты жақсы көрсе, кімді сүйсе, кімді өзінің кумир деп есептесе, онда ақыретте сол адаммен бірге дейді. Ал енді біздің кумиріміз кім болу керек? Біз кімді өзімізге үлгі ретінде көруіміз керек? Әрине бірінші орында пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Енді білесіздер, бір апта бұрын мәуліт айы бітті, пайғамбардың дүниеге келген айы бітті. Бірақ кейбір бауырларымыз бар, пайғамбарымыздың қашан туылғанын, пайғамбарымыздың қанша баласын болғанын, немесе пайғамбарымыз дін жолында қандай қиындықтар көрді, ешқандай хабар жоқ. Бірақ жаңа футболистердің, Роналду болсын, Месси болсын, басқа да футболистердің қашан туылғанын, қанша баласы барының, былайша айтқанда барлық биографиясын Құран сияқты жаттаған адамдар бар. Біздің негізгі кумиріміз бірінші пайғамбарымыз болу керек. Одан кейін ата-анамыз, осы елімізге, жерімізге қызмет еткен мықты тұлғалар, Абай атамыз, Әлихан Бөкейхан сияқты осындай тұлғалар болу керек. Одан кейін барып футболистердің техникаларын қарауға, не істеуге деген сияқты болады. Бір нәрсе түсіну керек. Олай болса футболға бармау керек па, футбол ойнауға болмай ма деген. Жоқ, олай емес. Мен өзім де футбол ойнаймын. Матчқа да барғым келді, билет алғым келді, бірақ енді білесіздер, кезекте 200-300 мың адам болғаннан кейін нәсіп болмады. Сол үшін футбол ойнауға болады, қанатта болуға болады, бірақ бірінші орынға шығып кетпеу керек та футбол. Бағана айтқандай, бірінші біздің үлгі алатын адамымыз ол пайғамбарымыз, одан кейін өзіміздің ата-анамыз, осы еліміздің, халқымыздың еңбек сіңірген мықты тұлғалар. Одан кейін бар футболистерді олардың техникаларына бола, немесе жақсы қасиеттерін өзімізге алып үлгі тұтсақ болады.